мысық ол Құдайдың жаратқаны, дұрыс, ол Құдай жаратқаны. Бірақ Алла тағала бекерден Роббана ма халақта хада батилан субханак, Алла бекерден бекер жаратқан жоқ мысықты. Оның да бір жаратушысы Құдайы бар. Бірақ бұл жердегі әңгіме ұрма, соқпа, одан кейін барып оны бағамасаң шығарып жібер, аштан өлтірме. Одан кейін білесіздер ме? Мысық үйде қыз бала бақса мысықты. Мынандай мәселесі бар. Қыз бала мысық бағуға үшін дүниеге келген жоқ. Ол ер бала бағу үшін дүниеге келген әйел адам. Түсінесіз ба? Ол бала бағу керек ол әйел. Құдай оның пешенесіне ол мысыққа көңілін аударса, оның махаббаты мысық болады. Мысықпен сөйлеседі, мысықты ақылды болып кетеді, оған жәрдем береді, сөйлесе жауап береді. Сосын екеуі мысықпен өмір өтіп кетеді сөйтіп. Әні міндегенше көп болса 5 жыл 10 жыл. 5 жыл 10 жыл ыстық өміріңіз өтіп кетсе, болды, махаббатыңыз мысықпен қалады. Сол үшін балағаны, маланы, әсіресе қыз балаларды хайуанарға атам қазақ көп жақындатпаған. Өйткені қыз баланың махаббаты, мейірімі, аналық рахымы тек қана балаға аусын деген. Даже қыз балаларға көп гүлге құмар болмасын дейді. Өйткені гүлді бағып, гүлді өсіре берсе, мынандай гүл, мынандай гүл, денежный дерево, мынандай дерево, алоэ, кактус дей берсе, сол гүлді өсіре береді. Ана бала сияқты өседі ол да. Bir күні мына жағы өседі, бір күні гүл дейді. Сонымен өз-өзін алдап өмір өтіп кетеді екен қыздікі. Бала болса жарайды, ол бір жар болып бір нәрсе болады. Қыз бала мысық бақпасын деген сол. Мысық тілеу болады ананікі. Мысық та соған үйреніп қалады. Оны далаға шығарғысы келмей, ол да үйреніп қалады. Сол үшін қыз балалар мысық бақпасын дейтін себебі сол. Қыз бала күйеу бақсын. Құдай оған күйеу нәсіп етсін. Ерін бақсын. Ердің бала көрсін, сол баланы бақсын. Мысыққа салған бүкіл махаббатты мен өзімнің қазір мысықтардың авторитеті еркектерден жоғары ғой. Оған ана китикат деген бәлелерді алып келеді. Ол ана көрінген бізден қалған жуындыны жемейді қазір мысықтарың. Ол өзі жиркенеді ол біздің қалған нәрсе. Оған специально шақырады. Оған өзінің туалеті бар, өзінің жаңағы тамағы бар, ыдысы бар. Енді еще қызбен жатады. Бұл қандай нәрсе? Бұл жақсы нәрсе емес. Сол үшін мысықты үйге кіргізбеудің мәселесі сол. Мысық әулие емес, оны түсініп алыңыздар. Әулие біздің бала әулие. Біздің қызымыз әулие, біздің ата-анамыз әулие, біздің туысқандарымыз, бауырларымыз әулие, сенен туылатын бала әулие, мысықтың ешқандай оның абыройы жоқ. Сол үшін соған баланың үйден шығару керек. Егер үйде мысық болса, бол мысығын алып кету керек. Ата өмірдің бәрі сол мысықпен өтіп, кейін қалып жүрмесін деген мәселе.